Баршаңызға қайырлы күн, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осындай өте дәмді болып шығатын, осындай сап-сары және де жұп-жұмсақ болып шығатын үй жағдайында булочкилер жасайтын боламыз. Булочкилерге керек заттар үйде бар заттардан жасалынады. Мына осындай жұп-жұмсақ және де дәмді болып шығады. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап жасап көріңіздер және де каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен таза шұңғыр ыдысымызға үй температурасындағы сары майды және де сұйық майды, қантты және шым-шым тұз, бір жұмыртқаны салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Оны барлығын араластырып алдық. Енді жылы сүтімізді және де ұнтақ жармасын салып, яғни манна крупаны саламыз да сұйық массамызды араластырып дайындап аламыз. Мұны бізде сұйық масса дайын болды. Енді осы массаның үстіне алдын ала еленіп дайындалған ұнымызды саламыз. Енді ұнның үстіне кукурузный крахмалымызды және де ашытқымызды сала отырып, жұмсақ қамыр илеп алатын боламыз. Мұнымен де осындай жұмсақ, өте жақсы қамыр шықты. Енді бетін жауып, жақсылап жылы жерге 1 сағатқа көтерілуге қойып қоятын боламыз. Міне 1 сағаттың ішінде менде қамыр осылай 2 есеге дейін ұлғайып ашыды. Енді қамырды таза столымыздың бетіне орналастырып, қолымызды майлап немесе ұнның көмегімен қамырымызды өзімізге керек формаға келтіріп алатын боламыз. Мұны мен өзіме керекті 8 бөлікке бөліп алдым. Сіздерге кішірек булочка керек болса 10 бөлікке бөлсеңіздер болады. Мұны енді қамырды шетінен ала отырып, оқтаумен жайып, ары қарай барлығын мен видеода көрсетіп қойдым. Дәл видеодағыдай жасайтын боласыздар. Мұны мен барлық булочкилерді осылай түйіп алдым. Формаға келтіріп, енді бетін жауып 15 минутқа көтерілуге қойып қоятын боламыз. Мұны 15 минуттан кейін барлық булочкилердің бетіне бір жұмыртқаның сарысына 2 ас қасық сүт құйып, жақсылап араластырып, булочканың барлық бетіне жағып шығатын боламыз.
Мұнымен барлық булочкилердің бетіне осылай жағып алдым. Енді осы булочкилерімізді алдын ала қызып тұрған 180 градустағы пеште 20-25 минут көлемінде пісіріп алатын боламыз. Мұны 25 минут көлемінде мен булочкилерім пісіп шықты. Осындай өте әдемі формада және де жұмсақ және де дәмді болып шығады. Сондықтан сіздер де қорықпай осы менің рецептімен жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайтын болады. Мұны шаймен жегенге өте дәмді булочкилер. Қараңыздар, осындай жұмсақ болып шығады. Достар, егер де сіздерге рецепт ұнаса, видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып өтуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта менің видеоларымды алғашқы болып көретін боласыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет.